Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода ресторан, кафелерде ең хит болып жатқан осындай керемет дәмді салаттың видео рецептісін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қызылша қажет болады. Қызылшаны кішкене үстіне сұйық май құйып, осындай фольгаға орап, қызып тұрған пеште 40-45 минуттай пісіріп алсаңыздар болады. Немесе кәдімгі суға қайнатсаңыздар да болады. Келесі бізге черри помидоры, апельсин және де фетаксы сыры қажет болады. Ең алдымен біз видеода көріп тұрғандарыңыздай қызылшамызды кесіп шығамыз. Өздеріңіз қалауыңыз бойынша кәдімгі кубиктап немесе осылайынан 3 бұрышты етіп турасаңыздар болады. Құрамына керекті заттарды төменде описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жаққа кіріп қарасаңыздар болады. Мінекей қызылшамызды турап алдық. Енді келесі апельсинімізді де дәл солайынан видеодағыдай етіп турап шығамыз. Ортасында осындай ақ керек емес жерін кесіп аламыз. Одан кейін дәл осылайынан видеодағыдай кесіп аламыз. Енді апельсинімізді кесіп алғаннан кейін видеодағыдай осы қызылшаның қасына қойып шығамыз. Келесі черри помидорларын да дәл солайынан 2 бөліп кесіп қоямыз. Негізінде осы салатқа кәдімгі рукола шөбін қолданады. Ол енді көп жерде табыла қоймайды. Кәдімгі ресторан, кафелерде дәл сол шөппен жасайды. Мен енді кәдімгі салатный листьямен жасап көрдім. Бұмен де өте дәмді болып шығады, әрі қолжетімді, кез келген дүкеннен табылатыны сөзсіз. Мінекей видеодағыдай осылайынан майдалап турап үстіне қоямыз. Келесі бізге осындай фетаксы сыры қажет болады. Оны да дәл солайынан 3 бұрышты етіп немесе кубиктап турап осы салаттың бетіне әсемдеп қоямыз. Құрметті достар, видео ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар және де астындағы подписаться батырмасын басып менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақ тілді YouTube каналдың ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Міне сырларымызды да қойып шықтық. Енді бетіне соус жасаймыз. Ол үшін бізге бальзам уксусы және де бал, горчица және де оливки масло қажет болады. Горчицадан шамалы 1 шай қасықтай қосамыз. Оның үстіне оливки маслодан 2 ас қасықтай қосып және де бальзам уксусынан қосамыз. Құрамындағы заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жақтан кіріп қарасаңыздар болады. Енді шамалы тұз және де шамалы қант қосып, балымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай соус дайын болады. Енді видеодағыдай осы салаттың бетіне осылайынан құйып шығамыз. Бұл бізде өте қолжетімді соустардың бірі және де біздің салатымызға ерекше дәм беріп тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді осындай кәдімгі орехтарды бетіне сүйіп шығамыз. Өте керемет болып шығады. Енді кез келген қонақты ұялмай күтетін салаттардың бірі деп те айтсақ болады. Мінекей қыздар, осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте керемет, дәмі де енді күшті болып шықты. Кәдімгі ресторандағы салаттардың дәмі сияқты болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып және де менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.